Бала өмірге келгеннен кейін ең бірінші балаға 3-4 күн өткеннен кейін азан шақырылып ат қойылады. Ең бірінші біз қазір сіздермен азан шақыру дәстүрін тамашалаймыз. Сәби өмірге келгенде әке-шешенің орындауға тиісті міндеттерінің бірі баланың құлағына азан шақырып жақсы ат қою. Азанды білген кез келген мұсылман баланың атын қоя алады. Міндетті түрде имамның немесе молданың азан шақыруы шарт емес. Егерде жас кезінде балаға қандайда бір жағдайлармен азан шақырылмаса, есейген кезінде де шақыра беруге рұқсат. Ал азан шақырып ат қоюдың тәртібіне келер болса, ең әуелі азаншы құбылаға жүзін қаратып, сәбидің 10 құлағына азан шақырады да 3 рет атын айтады. Кейін екінші жағына, яғни сол құлағына қамат түсіріп 3 рет аты аталады. Міне осыдан кейін жақсы тілек тілеуге де болады. Оң жағына азан, сол жағына қамат түсіруінің бір себебі. Сенің атың Мансур Абдуллаұлы. Сенің атың Мансур Абдуллаұлы. Екеуі намаздардың алдында да әрдайым қатар келеді. Дәл осы секілді нәрестеге екеуі қатар айтылады. Енді балалар біз бесікке салар дәстүрін. Бесікке салу нәрестені алғаш бесікке бөлеу рәсімі. Бесікке саларға шақырылған ауыл үйдің әйелдері шашуын, жол жоралғысын ала келеді. Баланы алғашқы бөлеу үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Ол өзінен басқа тағы 1-2 келіншектің көмегімен бесікті жабдықтайды. Баланы бесікке саларда міндетті түрде бесікті аластайды. Алас, баладан алас, иесі келді пәледен көш. Алас, баладан алас. Көзі жаманның көзінен алас, тілі жаманның тілінен алас. Әдемі сұлу болсын деп басына айна мен тарақ жастап, көзден сақтасын деп тұмар байлаған. Қамшыдай өткір болсын деп басына қайшы жастаған. Бесікке салушы бесіктің барлық жабдықтарын орын-орнына қойғаннан кейін шашуға әкелген құрт май бауырсақты уыстап алып бесіктің түбек байлайтын тесігінен төмен өткізіп, бесік астынан қолын тосқандарға үлестіріледі. Бұл дәстүр тыштырма деп аталады. Бесікке салушы әйел тыштыма деп сұрағанда, қасындағы әйелдер іле-шала тышты деп шу ете түседі. Әрбір жақсылықты үнемі шашумен қарсы алатын халқымыздың бұл дәстүрі балаға бесік құт дарытсын деген ниетпен туған рәсімі. Осыдан кейін баланы бөлейді. Бесікке салған әйелдерге көйлек, жаулық сияқты сый тартылады. Үлкендер батасын беріп, баланың ер жетуіне, ананың үбірлі-шүбірлі болуына тілектестік білдіреді. Қазақ баласын ағаш бесікке салып баққан. Ағаш бесік көшпелі өмірге өте қолайлы. Бесікті қазақтың құрмет тұтуы соншалық, кейде атасы жатқан бесікке немерелері жатқан. Қазақтың туған жерді алтын бесікке теңеуі де бесіктің ардақтаудан шыққан. Бала бөленген бесіктің үстіне 7 нәрсе жабу. Ең бірінші бесік көрпе, одан кейін шапан, кебенек, тон, жабу, жүген және қамшы сияқты бұйымдармен жабады. Тон, шапан жабу ержеткенде халықшыл болуына, жүген тез өсіп ат үстінде ойнақ салсын. Кебенек пен қамшы ел қорғайтын ел болсын деген тілек. Ал енді бастайық. Ал балалар бесік жырын әжемізге берейік, әжеміз айтсын бесік жырын. Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, әке жолын қудың ба, ата жолын қудың ба, бұл дүниеге келген соң сұрауы бар судың ба, қуанышым арай жүр,
Балалар, бесікке салғаннан кейін оның өзі рәсімі болады. Және оның жөн жоралғысы болады. Біз қазір мына бесікке салған екі апаның біреуіне алтындай жүзі жарқырап жүрсін деген ниетпен алтын саламыз да, екінші апайға күмістей күлкісі әлемге тарасып жүрсін деп, ел жарасып жүрсін деп, күмістен сақина тағамыз. Бұл рәсім, балалар. Өйткені бесікке салған кісі үйге келгеннен ренжімей, алған баласына риза бол, сіздің қолыңызға жақсылап тұрып, күмістен сақина тағамыз. Күмістей жарқырап жүріңіз. Күлкіңіз әлемге таралып жүрсін. Күн шуағындай жан жаққа бәріне шуағын шашып жүрсін. Менің балам сізге тартқан жақсы азаматша болсын. Ал енді сізге алтыннан жүзік саламыз. Жүзіңіз алтындай жарқын болсын. Менің баламның да жүзі жарқын болсын. Еліне адал азаматша болсын. Осы алтындай жарқырап жүр. Менің баламға салған кәдем деп айтып жүріңіз. Рахмет сіздерге. Біз азан шақыруды көрдік, бесікке саларды көрдік. Енді үшінші рәсім тұсау кесер рәсімі болады. Қазір бала енді тай басып жүрген кезде баланың тұсауын кеседі. Қазір сол тұсау кесер рәсімін барлығымыз бірге тамашалаймыз. Ал апалары тұсау кесуге дайындалыңыздар. Ал балалар, біздің дана халқымыз, ата-бабамыз және кейін өскен ұрпақ және сіздердің ата-аналарының барлығы ырым тыйымдарға, наным-сенімдерге қатты мән берген. Сол наным-сенімдер бойынша өздерінің балаларына күйші болсын деген ниетпен, немесе әнші болсын деген ниетпен домбыра қоятын болды. Одан кейін шешен ұста болсын, немесе тағы да әнші болсын деген ниетпен микрофон қоятын болған. Және төртлігі төскейде сай болсын, ұрпағымның көңілі жай болсын, өзі малды көңілі жайлы болсын деген ниетпен қамшы қоятын болған екен. Одан кейін менің балам ғылымға жақын болсын, өнерлі ақын болсын деген ниетпенен кітап қоятын болған. Осы қойылған заттардың қайсы бірін бала ұстайтын болса, сол бала сондай дүниеге ынтық болады деген наным болған екен. Енді қазір тұсау кескеннен кейін сіздер қарайсыздар, ана бала кішкентай сәби осы 4 заттың қайсысын ұстайды, жаңағы айтылған нанымдар бойынша соған лайықты азамат болады екен. Қаз балам, қадам боссаң мәз болам, күрмеуінді шешейін, тұсауынды кесейін. Тұсауынды кесейін, ала жіпті шешейін, құтты болсын талабың сенің. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тұсалмасын қадамың сенің. Тәй, балапаным қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Наурыз жыл басы, жүрейік көрісіп сырласып, көкте күн тұрсыншы нұры шашып, берекелі қазақ елі. Наурыз жаңа жыл, қуанып үлкенмен бала жүр, көктеммен түрленді дала бір, мерекеңмен қазақ елі. Жер дүние жаңарады бұл күні, барлық әлем ағарады бұл күні. Табиғаттың маужырайды келбеті, көкте күннің сәулесіне сыртыны. Көңілдердің тарасыншы салқыны, тойлайық әдебі мен салтымның. Дастарханы жақсылыққа жайылып, аққа толсын кең пейілді халқымның. Наурыз жыл басы, жүрейік көрісіп сырласып, көкте күн тұрсыншы нұры шашып, берекелі қазақ елі.
берген ақсақалды аталар, тілек тілеп ақ жаулықты аналар, бар тәттісін тосқан аппақ жеңгелер, аман болшы ақ жүректі ағалар. Жақсылықпен қазағыма кел көктем, таси берсін ырысың мен берекең. Даласындай дархан-дархан көңілі, әз қалқымай құтты болсын мерекең. Наурыз, наурыз жыл басы,